Саламатсыздар ма? Бүгінгі сабақтың тақырыбы электр өрісіндегі зарядталған бөлшектердің қозғалысы. Так, зарядталған бөлшек бізде екеу болуы мүмкін. Олар плюс немесе минус зарядталған бөлшек. Егер плюс зарядталған бөлшек болатын болса, электр өрісінде, онда ол бөлшек электр өрісінің бағытымен бағыттас болады. Ал егер минус зарядталған болатын болса, онда электр өрісіне қарама-қарсы бағытталады. Енді біздің кітапта көбінесе электр өрісінің плюс заряды туралы айтыпты, енді минус туралы ондай қатты көп айтпапты. Тек минус болған жағдайда плюске қарай мына анатқа қарай жүреді деген болды, басқа ешнәрсе айтпаған. Мен де ары қарай айта берудің қажеті жоқ деп ойлаймын. Мынандай күш бар. Яғни бір зарядталған бөлшекке электр өрісі әсерінен кулон күші әсер етеді, кулон күші. Оны берілген нүктеде өрістің кернеулігі арқылы табамыз. Берілген нүктеде өрістің кернеулігі арқылы табамыз дейді. Мына кернеулік тең болады F бөлінген Q. Енді F дегеніміз ол MA-ға тең дейді, Q дейді. Одан енді I көбейтілген Q ол тең MA болады. Енді ары қарай F тең MA, одан A-ны тапсақ F бөлінген M. Мына жерден F табатын болсақ, жаңағы кулон күші ол көбейтіледі, электр өрісі және зарядтың көбейтісі тең болады дейді. Енді үдеудің формуласы бізде A тең V бөлінген T, одан жылдамдық тапсақ V тең A көбейтілген T. Осыдан жылдамдық табатын болсақ, үдеудің орнына E көбейтілген Q және A-ның орнына мынаны қоямыз ғой үшін E көбейтілген Q бөлінген M дегенді. Сосын аттық қалады. Сонда жылдамдық тауып аламыз. Енді ары қарай электр өрісі бастапқы жылдамдығы болатын болса, енді электр өрісіндегі бөлшектің, зарядталған бөлшектің бастапқы жылдамдығы болатын болса, онда оның жылдамдығы осы формуламен табылады. АТ қосылған V0. V0 дегеніміз зарядталған бөлшектің бастапқы жылдамдығы. Электр өрісінің бағытымен бағыттас болса. Егер қарсы болатын болса, мына жерде әрине минус болады. Енді осының орнына жаңа апарып қоямыз. V0 A-ның орнына Q көбейтілген I бөлінген M көбейтілген T деген мына жерде. Мына жерде ұзындық жүрілген жолын табуға болады. Бастапқы жылдамдық берілетін болса, AT квадрат бөлінген 2 плюс V0 T. Немесе тек бастапқы және соңғы жылдамдықтар және үдеу берілетін болса, осы формуламен шығаруға болады. Енді ары қарай мұн жерде формулалар түрлендіріп көрсетілген. Дельта X дегеніміз ұзындық V0 плюс AT квадрат бөлінген 2. Осының орнында тек A-ның орнына міне EQ бөлінген M T квадрат, мына жерде 2 түседі. Мынада бір есепті қарастырып көрейік. Бастапқы жылдамдығы 0-ге тең. Массасы 1 килограмм зарядталған дене, жаңа бөлшек. Оның бойында жиналған зарядтың мәні 2 кулонға тең, өте көп екен. Ол жерде өріс, бағытталған өріс, электр өрісі 200 ньютон бөлінген секунд. Енді осы жерден табатын болсақ, F тең MA. Енді электр өрісі F бөлінген Q. Мына жерден екеуін теңестіріп аламыз, одан үдеуді табамыз. Үдеуді тапқан кезде A-ның орнына Q көбейтілген электр өрісі бөлінген M болады. Оның мәндерді қоятын болсақ, осының үдеуі 4000 метр бөлінген секунд квадрат болады. Яғни электр өрісінің үдеуі 4000 метр бөлінген секунд квадратқа тең. Енді оны ары қарай үдеу белгілі болатын болса, жылдамдықты табатын болса, V тең A көбейтілген T. Мысалы 2 секундта или емес 3 секунд, 3 секундта оның жүрілген жолын табатын болсақ, мысалы 4000 метр бөлінген секунд квадрат көбейтеміз 3 секунд. Секунд пен секунд қысқарады мына жерде. Метр бөлінген секунд, сонда тең болады 12 мың метр бөлінген
секунд шығады екен. Шақса сау болыңыздар.